Сәлем достар, бүгін біз асқабақты бөліп тазалайтын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ негізі. Пышақпен боламыз. Іші сап-сары әдемі екен. Іші сары болса негізі дәмді болады. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Негізі сары болған сайын қант түсті. Асқабақ дәмді келеді. Ашықтау болған сайын дәмі аздау болады, тәттісі. Солай. Бөліктерге бөліп аламыз. Негізі өте пышақ, бірақ менің ішім кетпей жатыр. Қатты болғандықтан. Неғұрлым қатты болса, соғұрлым дәмді болады. Ауыр болса, сатып алған уақытта егер. Білмейтіндер біле жүріңіздер. Осы бөліктерге бөліп тастаймыз, сосын сыртқы қабығын тазалаймыз. Ішін аламыз, сосын дәнектен бөлек алып қуырмалап алсаңыздар болады. Сосын өте байлап жесеңіздер. Білмейтіндер болса. Міне достар, осылай бөліктерге бөлеміз. Сосын қабығын алып тастайтын боламыз. Және ішін тазалаймыз. Сосын керегімізді пайдалана береміз. Барлық затқа қоссаңыздар болады. Буға пісіріп алсаңыздар да болады, морковкаға, не болмаса қазанға. Түрлі мақсатта қолдануға болады. Осылай достар, білмейтіндер біле жүріңіздер. Осылай. Мен қазір барлығын бөліп алам. Содан кейін тазалайтын боламыз. Кей адамдар асқабақты ұнатпай жатады. Бірақ асқабақтың пайдасы өте көп. Моркадан өткізіп, майдалап осы жүрсеңіздер, асабы адамның өзі асабақты жеп қояды. Солай үйретсеңіздер болады. Егер видео ұнаса, соңына дейін қараймыз. Мен видеоны білмейтіндерге арнап түсіріп отырмын. Білмейтіндер де бар ау. Асқабақты қолданбайтындар, мысалы, соларға арналған видео. Осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Сонда ыңғайлы. Тек қабығын алып, ішін тазалап, түрлі мақсатта қолдана береміз. Мантыға қоссаңыздар да болады, самсаға қоссаңыздар да болады. Бөліктерге бөлдік. Енді осылардың қабығын алатын боламыз. Yine patik aldım. Kahvenin döndüğünü sağlamışım. Şimdi
бұйырған.